Қыздар, мінекей бүгін біз мына машинаға отыру техникасын үйренеміз. Яғни бұл үлкен машина F4, менде F4. Бұл өзінің настройкасымен турланады. Міне қазір жіпті өткізуінен тігуіне дейінгі техникасын көрсететін ол. Мына жерінен жағамыз, жағатын жері бар ғой, сол жерінен жағылады. R деген не шығады. Егер сіздер енді үйреніп келе жатқан болсаңыздар, қыздар, мынаны 6-7 негіз бірден басталады, 40-қа дейін. Осыны 5 немесе 7-10-ға дейінгі немен тіксеңіздер болады. Ең алдымен нені жағып алғаннан кейін бірінші черногының несін өткіземіз. Черногының жібін өткізетін боламыз. Өзінің қарасы бар, мына жерде, содан өткіземіз. Черноктығын. Енді мына бірінші надан өткіземіз. Мына ортадан айналдырып, екінші надан өткіземіз. Сосын бізге пустой черногымызды басып, мына жерден жібімізді 2-3 рет орап жібереміз. Мынаны бүйтіп басып қоямыз. Толтыратын кезінде ең алдымен осыны толтырып аласыздар. Ал тіккен кезде постоянно осы біткеннен алып қоя берсеңіздер, өзі айналып тұра береді. Міне. Мына жағын көтеріп қоямыз, арқасын көтеріп қоямыз. Сол кезде лапкамен бірге түсіп шықпайды, қыздар. Ине ғана кіріп шығатын. Осылай толтырамыз. Жібімізді осылай толтырып аламыз. Осылай толтырып аламыз, қыздар. Енді мынаны үзіп, екінші черногыңызды, өзі 2 черног болады, соны салып, бұлай істеп қойсаңыздар, өзіңіздің тігісіңізді тіге бересіз. Сол кезде бұл өзінен өзі мына тігілген кезде толып тұра береді, қыздар. Осы жағын ұмытып кетпеңіздер. Енді екінші біз мынаны салып, бұны да дәл бұлай өзіңізге қарай айналатындай қылып істеп аласыздар. Міне өз қалпымен айналу керек. Қысып қалса, мына жерін босатамыз. Егер тез айналып, жібі тез кетіп жатқан болса, мына жерін қысамыз. Енді екінші тігетін тігісімізді қосып аламыз. Екінші мына жерге өткізіп, бірінші мынаған өткіземіз, екінші мынаған өткіземіз, үшінші мынаған өткіземіз. Дәл осылай өткіземіз, қыздар. Енді мына жерден өткіземіз. Бірінші, екінші мына жағынан өткіземіз. Екінші тесігінен. Үшінші мына доңғалағынан өткіземіз. Мына стрелкаға кіргіземіз. Сосын мына ілмегіне ілеміз. Кейін мына жерлерден міндетті түрде өткіземіздер. Мына жерден орайтын жерінен де өткіземіз. Сосын инесінен өткіземіз. Енді черногымызды салып аламыз. Негізі бұл жерді ашпай-ақ, әзір сіздерге көріну үшін көрсетіп жатырмын. Астыңғы жағынан сасаңыздар болатын.
астыңғы жағынан мына өзі тық етеді. Жауып жібімізді тартып аламыз. Енді мынаны түсіреміз. Жаңа көтеріп қойып едік қой. Осыны түсіреміз. Енді мына жаққа қараңыздар. Мынау лапканы көтеретін. Бұлайған кезінде қарамай. Лапка көтеріледі, түсірген кезінде түседі мына. Сол үшін мынаны аяқпен басып отырып, осыны басып отырып тігесіздер. Лапканы көтеретін кезінде тіземен көтереміз. Осылай жұмыс жасаймыз. Енді басында үйрене алмайсыздар, кейін үйреніп кетесіздер. Тігіліп жатыр. Мынау тігілген кезінде домалап өзі толып жатыр. Лапканы закрепка болатын кезде мынаны бүйтесіздер, қыздар. Закрепка мына жақ. Мына басқан кезде арқаға қайтады, жіберген кезде қайттан қайтады. Ал мынауымыз бізде 3-те тұру керек. Мына 3, 3,5. Бұл негізі 7 функцияға дейін. Міне. Бұл үлкен шторларда қолданған кезде гармошкаларда керек болады. 3,5-ға қойып қоям мен өзім. 3,5-да тұрады. Орташа тігіс осы. Осылай көрпешелерімізді тігуді бастаймыз, қыздар. Осы F4-пен жұмыс жасаудың техникасы осы, қыздар.